Алихан Бөкейхан Шыңғысхан ұрпағынан тараған. Төре тұқымы. Қазақ хандарының соңғы бірі болған Бөкей ханның ұрпағы. Алихан Бөкейхан Санкт-Петербург Орман институтының экономика факультетін тәмамдаған. Ірі, терең ойлы ғалым, экономист, саясаткер. Алихан 1917 жылы Алаш автономиялы үкіметінің іргесін қалаушы және осы автономиялы үкіметтің төрағасы болды. Қаншама ғұмырлық ғасырында Алихан өз халқының экономикасын, мәдениетін, тарихын зерттеуге өте сүбелі еңбегімен терін аямай төкті. Алихан Бөкейхан тек саясаткер болған жоқ. Онымен қатар ол дала аймағының этнографиясын, тарихын, мәдениетін зерттеп көптеген монографиялық, ғылыми, публицистикалық еңбектерін жарыққа шығарып кеткен ұлы тұлғалардың бірі еді. Алихан Бөкейханның құнды мұраларының ішінде 1927 жылы жазылған қазақтар антропологиялық очерктер жинағы. Бұл очерк жинағында жаңағы Баранов, Руденко, Бөкейхановтардың мақалалары жарық көрген. Осы бір 1927 жылғы сирек мұрамыздың бірі, сирек осы жинақтардың бірі біздің облыстық тарихи-өлкетану музейінің қорында сақталған, баға жетпес осындай бір очерктердің ішінде Алихан Бөкейханның да жаңағы Казаки Адаевского уезді деген өзінің жаңағы ғылыми еңбегін межелен көруге болады. Осы бір ғылыми еңбегінде дәлел ретінде айтатын болсақ, бір кішкене мағлұмат келтіріп кетуге болады. Алихан Бөкейханның ғылыми еңбектерінің бірін айтатын болсақ, бұл Сұлтан Кеңесары Қасымов тарихының материалдары, Қырғыз-Қазақ өлкесінің тарихи, тағдыры және мәдени жетістіктері, Адай өзінің қазақтары. Бұндай құнды еңбектер біздің мұрамыздың бірі болып саналады. Ғалым Адай руы туралы былай деп жазған екен өзінің жаңағы мақаласында. Адай көшпелілерінің руы бір әкенің балалары немесе бір атаның немерелеріне құралған қауым. Ауыл құрамында қыздан туған жиендер, кірме күйеу бала, немесе бір маусымнан екінші маусымға дейін әдетте 5-7 ай аралығында көшіп қонып жүретін бақташылар да болуы мүмкін деген осы бір мақаласынан кішкене үзінді келтіріп отырмын дәлел ретінде. Бұл қазақ қоғамының әлеуметтік құрылымы мен ғылыми негізінде сипаттаған терең зерттеу. Қарап отырсаңыздар, Алихан Бөкейхан сол уақытта жаңағы рулық қауым, жаңағы экономикалық, мәдени тіршілік осы қазақ халқының жаңағы мысалға айтатын болсақ, зерттеулерінде көп мән беретін болсақ, бұл рулық, атадан баладағы мұра, осындай бір тұрғыдағы дүниелерді көп ашып қарап жаңағы оның монографиясына түсіріп кеткен. Биыл Алихан Бөкейханның 130 жылдығы. Алихан Бөкейхан мұрасы ұлт рухының шамшырағы.